Баяғыда бір қыз болыпты. Бір күн оған шешесі қызыл телпек сыйлапты. Қыз телпекті ешқашан шешпепті. Сондықтан жұрт оны қызыл телпек деп кетіпті. Бір күні шешесі самса пісірді. Қызыл телпек, самсамен майда жеңе апар, ешкіммен сөйлеспе, Деді шешесі. Жарайды. Деді қызыл телпек. Жолда ол қасқырды көрді. Қызыл телпек, сен қайда бара жатырсың? әжеме бара жатырмын. Әже қайда тұрады? Әжем шеткі үйде тұрады. Қасқыр қысқа жолмен жүгіріп кетті. Ол үйді тез тапты. Қасқыр есікті түртті. Үйге кірді. Сосын әжені жеп қойды да төсекке жатты. Бір уақытта қызыл телпек келді. Есікті түртті. Бұл мен, қызыл телпек. Сізге самсамен мая келдім. Қызыл телпек жіпті тартты да үйге кірді. Қасқырға жақындады. Сосын Әже, неге сіздің көзіңіз үлкен? Сені көру үшін, Әже, неге сіздің қолыңыз үлкен? сені құшақтау үшін, Әже, неге сіздің аяғыңыз үлкен? жақсы жүгіру үшін, Әже, неге сіздің құлағыңыз үлкен? жақсы есту үшін, Әже, неге сіздің тісіңіз үлкен? сені жеп қою үшін. сол кезде аңшылар үйге кірді. Олар қасқырдан ішін жарды. Одан қызыл телпек пен әжесі шықты. Сөйтіп олар аман қалды.